Сәлем достар, сіздермен бірге Ерғали Нүнілсем. Бүгін біз осы видеода көп семечкаларды тез ашудың жолын көрсететін боламыз. Магазинде өзі ашылған семечкалардың өзінің сулылығын және дәмін жоғалтып алады. Ал свежий ашылған более дәмдірек болады. Ол үшін бізге ең алдымен семечкалар керек болады. Сосын кастрюльге ауыз суын толтырып аламыз да қайнағанын күтіп, қайнап болған соң семечкаларды 30 секундқа саламыз. Кастрюльдің бетін қақпағымен жауып қойған жөн. Сол кезде ол буымен жақсырақ болады. Видеода көрсетілгендей сеткамен семечкаларды сүзіп аламыз. Содан кейін пенді аламыз да ыстық ауамен семечканы желдетеміз. Сосын блендерді аламыз. Егер сізде осындай насадка болса, тіпті жақсы. Бірақ бұндай насадка почти барлығында жоқ. Сол үшін семечкалардың бәрін блендерға салып аламыз. Сосын самый минимальный скоростьпен видеода көрсетілгендей басып жіберіп айналдырамыз. Сосын тарелкаға су құямыз. Егер семечка тұзды болған қаласаңыздар, кішкене тұз қосасыздар. Сосын семечкаларды саласыз. Семечка судан ауыр болған үшін ол түбіне кетеді, ал қабы бетінде қалқып жүреді. 5 минут күтеміз. Сосын қасықпен бетіндегі қабын алып тастаймыз. Сеткамен сүзіп аламыз. Бірақ бұл әдіс кейбір адамдарға керек емес. Олар өздері тез ашиды. Соңғы қадам семечканы кішкене кептіріп аламыз. Егер осы видео ұнаса, сізге пайдасын тигізсе, лайкпен бағалап кетейік. Және де каналға тіркеліп кетеміз. Қош сау болыңыздар.